өзің жайлы айта алмаймыз тауысып, ел айтады, жұрт айтады жарысып, көпшіліктен алған алғыс сауабың жатқан шығар рухың менен қауышып. Иә, Алланың нұры көктемгі ақ жауындай көпке пайдасы тиген ол ел ағасы еді. О бастан өлмек айқын. Бұл фәниде темір өзекті пенде жоқ, өлмес адам елде жоқ, өлімнен өтер өткелде жоқ. Бірақ төрге шықса төбедей, төбеге шықса төредей, жақын мен алысты бірдей тең көрген, отбасының жігері болған, шаңырақтың тірегі бола білген Оразов Қуаныш Амандықұлын еске алу парыз. Қуаныш Амандықұлы 1960 жылы 25 қыркүйекте Қызыл Қоқа ауданы Мұқыр станциясында қарапайым отбасында дүниеге келген. Әкесі Оразов Амандық темір жолда қызмет етсе, анасы Қошабаева Ақанай ауруханада шаруашылық жөніндегі орынбасар қызметін атқарды. Отбасында 4 ұл 2 қыз тәрбиеленген. Қуаныш Амандықұлы үйдің екінші перзенті еді. Өзінен кейінгі бауырларын қамқорлап, жақсы адам болып жетілу үшін әкесі мен анасына көмекші бола білді. Өлім түгілі өкпеге қимайтын ардақты жан жайлы ендігі жерде естелік айтамыз деп кім ойлаған? Оның ғұмыр дариясы мәңгілік ағысқа ауысты. Оның өмірдегі жетістіктеріне тоқталу біз үшін маңызды міндет. 1977 жылы мектепті тәмамдап, 1978 жылы әскерге барып отан алдындағы борышын өтейді. Әскерден келген соң совхозда механизатор болып қызмет етеді. 1982 жылы Қартмағамбетов Ақмаралмен отау құрып, Еркінгүл, Айнұр, Алмагүл, Гүл Үзім, Әсет, Айсара есімді 5 қыз, 1 ұл дүниеге келеді. Аяулы жұбайына адал жар, балаларын Асқар Тәуәке жанашыр пана бола білген. Бір әулетті үйіріп, інімен қарындасына ақылын айтып, оларға да әке орнына әке болып, бар ынтасымен тілеулерін тілеп отырды. Әкеміз Қуаныш Амандықұлы сондай ашық жарқын, ақ көңіл жан жайсаң, барлық адаммен тіл тапқыш, кең жүректі азамат болды. Балаларын оқытып тәрбие беріп, қазіргі таңда барлығы өз мамандықтарымен қызмет атқаруда. Олын ұяға, қызын қияға жайландырып, 3 немере, 22 жиендеріне аяулы қамқор, ардақты ата бола білді. Ағайын туысқа ең бауырмал аға әні, достарына адал дос, кішіпейілділікті, қарапайымдылықты, үлкен адамгершілікті бойына сіңірген жандардың бірі болды. 2016 жылы Қызыл Қоға ауданынан Доссор кентіне қоныс аударады. 2016-2023 жылдары Доссор кентіндегі Қазпетротранс мекемесінде күзетші қызметін атқарып, қызмет барысында адал еңбек етіп, ұжымдастар арасында сыйлы азамат болды. Зейнеткерлік жасқа жетіп, зейнетке шығып, бейнетінің зейнетін көрер шақта 2023 жылы 25 қарашада Асқар Тәуекеміз фәни өмірден бақи дүниеге өтті. Топырағың торқа жатқан жерің жайлы, жаның жәннатта болсын әкешім. Фәни ғұмырыңдағы игі істерің бақи өміріңде сауабыңа жазылсын. Жарқын бейнең жүрегіміздің түбінде мәңгі сақталады. Қош бол Асқар Тәуеке. Адам бұл дүниенің қонағы, мұндайда сабырға қайрат қосатын, қайнаған күйікті басатын жұбату айту қиын. Өкіндік, қайғырдық. Еске аламыз, қамығамыз, ой түйеміз. Ұрпақтар атынан мәңгі тағзым, әке.
Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін, рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін, рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Басымнан сыйпайтын адам, басымнан сыйпайтын анам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған,